Оқыс тәрбиелеп өсіргендеріңізге мына баяғы кішкентай ұл қыздарымыз қазір үлкен азаматша болып өсіп жатыр. Соның куәсі болып отырсыздар. Екеуміз төрге шығып, қуаныштымыз. Ұл қыздарым өсіп, өне беріңіз. Aşağı baratandan dayacı жүрмін мен. Видеоға түсірмей тұратыңдар. Көңіл қол. Сізге рахмет. Сөйлемейтін малдарыңыз бүлік ұстап дейсің. Сөйлемейді дейсіз ғой, мен сөйлемей жүріп бәрін бітіріп жүремін. Шаруам бәрін. Күнде сөйлейді бірақ, Қыздарымыз өсіп, осындай азамат жігіттер қыздар болып жатыр, соның куәсі болып жатырсыздар. Осындай 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықтың куәсі болып жүре беріңіздер. Алдымызда аман есен екеуміз гүлдей жайнап, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Ал құрметті біздің ұлағатты ұстаздар, біріншіден сіздерге тоқтала кетейін, сіздерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Алдарыңызда өздеріңіздің қуырған, өздеріңіздің пісірген тарларыңыз үлкен азамат болып, өздерінің жұптарымен келіп, сіздерге осы сый құрметтерін көрсеткен ниеттермен келіп отыр. Сондықтан сіздерге бірінші тілегім, сіздерге отбасыларыңызда тек аманшылық болсын. Ұл-қыздарыңызды, ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызға қондырып, немересін болса, немерелеріңіз үлкен азамат болып, азаматша болып, халықтың баласы бол дейтін едіңіз ғой. Сол бізде, сол сіздердің немерелеріңіз халықтың баласы болсын дегіміз келеді. Бізге төккен еңбектеріңіз, бізге осындай берген тәрбиелеріңіз барлығы Алладан қайтып, сіздерге еселеп келсін дегім келеді. Осы сіздерден алған тәрбиеміз, сізден алған осы өнегеміз барлығымызды біз алдағы уақытта күндегі өмірлік тірлігімізде де пайдаланып жүрміз және алдағы уақытта да пайдалана береміз. Онымен біз мақтанамыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Ал менің мына бүгінгі алтын класстастарым, сонау Алматыдан келген Еркін,